Саламатсыздар ма балалар? Мен Түркістан облысы Жетісай ауданы Дінмұхамед Қонаев атындағы нөмірі 9-шы IT мектеп-лицейінің информатика пәні мұғалімі Уристемов Ғалымжан Махамбетович. Информатика пәні 10-шы сынып жаратылыстану математикалық бағыты. Деректерді енгізуге арналған форма жасау. Бүгінгі үйренетін негізгі мақсатымыз деректерді енгізуге арналған формаларды қалай жасауға болады. Сабақты бастамас бұрын деректерді енгізуге арналған формалар туралы түсініп өтейік. Пайдаланушыларға деректер қорымен жұмыс жасауға өте ыңғайлы интерфейс болуы қажет. Деректер қорын пайдаланушыларға арналған интерфейсті Microsoft Access программасында форма деп атайды. Бұл формалар пайдаланушыға ыңғайлы деректер қорын құруға көмектеседі. Microsoft Access программасында форма құру. Access'те деректер қорымен жұмыс жасауға арналған графикалық интерфейс құрастырудың көптеген мүмкіндігі бар. Олардың ең маңыздысының бірі мәліметтерді енгізу, шығару формалары болып саналады. Формалар деректер қорын өңдеудің негізгі қызметтерін жүйені іске қосу, қарау, іздеу, түзету әрекеттерін жүзеге асырады. Microsoft Access программасында форма құру шеберінің көмегімен форма құру. Форма құру барысында формаға енетін деректер қай кестеден алынатындығын, кестенің қандай графикалық элементтер, сызықтар, жазулар, суреттер енгізілетіндігі анықталады. Microsoft Access бағдарламасында форма шеберін қолданып, форма құру үшін бірінші орындайтын амалымыз форма шеберін ашып аламыз. Ол үшін меню қатарындағы создание менюін ашамыз. Ол жерден формалардың ішінен мастер форм шеберін таңдаймыз. Форма шебері бірнеше қадамдан тұрады. Бірінші қадам. Форма шебері режимінің бірінші қадамында форма негізін құрайтын кестені және сол кестенің қажет өрістерін таңдау керек. Өрістерді таңдау үлкендік белгісі немесе қосарланған үлкендік белгісі арқылы жүзеге асырылады. Өзімізге қажет белгілерді таңдау үшін, біртіндеп таңдау үшін үлкендік белгісін таңдауымыз жеткілікті. Яғни кез келген өзімізге қажетті өрісті таңдаймыз, одан кейін үлкендік белгісін жетеміз. Осылайша өзімізге қажетті форманы таңдауымызға болады. Екі түрлі жолы бар. Яғни барлығын жеке-жекеден таңдау және де барлығын бірден таңдау. Яғни қосарланған үлкендік белгісін таңдайтын болсақ, өзімізде берілген форманың барлығы автоматты түрде екінші
бетке, яғни дайын формалар бетіне өтеді. Екінші қадам. Форма шебері режимінің екінші қадамында формаға деректердің орналасу түрін таңдаймыз. Бұл бір бағанға, таспалық, кестелік, тегістелген болып 4 түрлі түрге бөлінеді. Бір бағанға өрістер тігінен орналасып, жазбаның бір ғана түрі шығады. Таспалық режимде өрістер бір жолға орналасып, жазбалар толығымен шығады. Кестелік режимде өрістер бір жолға орналасып, жазбалар толығымен шығады. Тегістелген режимінде өрістер бір немесе бірнеше жолға орналасып, жазбаның біреуі ғана шығады. Келесі қадамға өту үшін далее батырмасын басамыз. Бұл жерде стиль түрін таңдаймыз және келесі қадамға өту үшін далее батырмасын басамыз. Форма шеберінің соңғы қадамы бұл формаға ат қою. Аксес жүйесі оны автоматты түрде құрайды. Бастапқы атау ретінде бұл кесте үшін құралатын форманың рет нөмірі жазылады. Бұл қадамда алдағы жасалатын әрекеттердің бірін таңдауға болады. Ол үшін ауыстырғыштың форманы қарау үшін немесе мәліметтерді енгізу үшін ашу, немесе форма макетін өзгерту күйінің бірін таңдау керек. Форма шеберінің жұмысын кез келген қадамда дайын батырмасын басып тоқтатуға немесе ары қарай аяғына дейін жалғастыруға болады. Егерде форма шеберінің жұмысы соңына жетпей тоқтатылса, онда орындалмаған қадамдар соңғы жасалған формаға негізделіп, автоматты түрде жасалады. Дайын батырмасын басып, біз өзіміз таңдаған форманы көреміз. Яғни, біз тегістелген өрістер бір немесе бірнеше жолға орналасып, жазбалардың біреуі ғана шығатын форманы таңдадық. Тақырыбын оқушының аты жөні деп қойдық. Келесіде осы форма шеберін тағы да бір таңдап көрейік. Бұл жолы басқа режимді таңдаймыз. Яғни, қайтадан создание, мастер форм, өзімізге қажет өрістердің барлығын таңдаймыз. Далее батырмасын басып, келесі өріс режим түрін таңдауымызға болады. Бұл жолы таспалық режимді таңдап көрейік. Таңдадық, далее батырмасын бастық, өзімізге қажетті стильді таңдадық. Соңында тақырып
формамыздың атын жазайымыз. Бұл жерге таспалық деп қояйық. Дайын батырмасын басу арқылы қандай форма шыққанын көре аламыз. Яғни біздің формамыз таспалық режимге ауысты. Осылайша форма шебері арқылы қолданушыға ыңғайлы интерфейсте жаңа формаларды құра аламыз. Практикалық жұмыс. Дүние жүзі өзендерінің арасынан 10 өзен ұзындығы және су бассейнінің көлемі бойынша берілген. Осы кестедегі мәліметтерден деректер қорын құрыңдар. Форма шеберінің көмегімен деректер қорының формасын жасаңдар. Мынау біздің кестеміз. Осы кестеден құрастыруымыз қажет. Осы тапсырманы толық орындаңыздар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.